Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы растрлық суреттерді құру және редакциялау. Сабағымыздың мақсаты растрлық кескіндерді жасау және өңдеу. Компьютерлік графиканы біз екі түрге бөліп қарастырамыз. Екі өлшемді графика және үш өлшемді графика. Соның ішінде екі өлшемді графика үш топқа бөлінеді. Растрлық графика, векторлық графика және фракталдық графика. Бүгін біз сіздермен растрлық графиканы қарастыратын боламыз. Растрлық графика дегеніміз түрлі түсті пиксельдердің, яғни нүктелердің жиынтығы. Растрлық графикада кескіндер түрлі түсті нүктелердің жиынтығынан тұрады. Растрлық графиканы біз кез келген графикалық редактордың көмегімен жасай аламыз. Сіздермен оқушылар растрлық графиканы Paint графикалық редакторында құрып үйренетін боламыз. Оқушылар, мен сіздерге Paint графикалық редакторының жұмыс аймағымен таныстырып өтетін болсам, Paint графикалық редакторы меню қатары, тақырып жолы, түстер палитрасы, құралдар жиыны және сурет салу алаңынан тұрады. Ендеше оқушылар, Paint графикалық редакторында құралдар тақтасын пайдаланып, растрлық бейне құрып үйренейік. Оқушылар, енді біз Paint графикалық редакторын пайдаланып, растрлық бейнеге редакциялау жұмыстарын жасаймыз. Ол үшін ең алдымен бастау батырмасынан все программы, стандартные және Paint бағдарламасын таңдаймыз. Сол кезде бізге Paint бағдарламасы іске қосылады. Өздеріңіз көріп отырғандай, Paint бағдарламасы жұмыс алаңынан және құралдар тақтасынан тұрады. Осы құралдарды пайдаланып біз растрлық бейнені редакциялай аламыз. Енді оқушылар, сіздермен растрлық бейнені кез келген компьютерде сақталған бір суретті алып жасап көрейік. Мінекей, мен кез келген суретті таңдап алдым. Енді осы суретке редакциялау жұмыстарын жасайтын боламыз. Енді оқушылар кез келген мысалға суретті алып, масштабын үлкейтіп кішірейтуімізге болады және өзімізге керекті мысалға выделить батырмасын басып алып суретті екінші суреттің көшірмесін жасап алуымызға болады. Мінекей, өздеріңіз көргендей выделить және копировать, вставить командалары арқылы суреттің көшірмесін жасай аламыз. Немесе өзімізге керекті жерін осы суреттің қиып алуымызға болады. Қиып алу батырмасы обрезать, яғни қиып алу. Мінекей, осы кезде біздің өзімізге керекті жерді қана қиып алдық. Осындай редакциялау жұмыстарын жасай аламыз. Келесі оқушылар, құралдар тақтасында бізде фигуралар берілген. Мысалға, біз кез келген фигураны алайық, жұлдызша фигурасы. Осы жұлдызша фигурасын түсін өзгертуімізге болады мысалға, қызыл түспен жасап көрейік. Ол үшін жаңа өздеріңіз көріп отырғандай заливка батырмасын басып, қызыл түсті таңдаймыз. Және де осы жұлдызшаның тағы бір керек болса сіздерге тағы біреуі, тағы выделить, копировать, вставить командаларын орындаймыз. Осылай үлкейтіп, кішірейтіп, редакциялау жұмыстарын жасай аламыз. Оқушылар, осындай растрлық бейнені біз редакциялап, әр түрлі фигураларды жасай аламыз. Тағы мүмкіндігі Paint графикалық редакторының текст жазуымызға болады. Ол тексті жазып алып, өлшемін өзгертуімізге болады, түсін өзгертуімізге болады, немесе қаріптің типін таңдауымызға болады, өзімізге қажетті. Және жаңағы мен көрсеткен командаларды орындап, текстімізге де өзгертулер енгізе аламыз. Мысалға, өзімізге қажетсіз жерлерін өшіргіш командасын таңдап, өшіре аламыз. Мінекей, экранға назар аударсаңыздар, мен өзіме мысалға мынау құстың суреті тұр, оның
керек емес, яғни қажет емес жерлерін өшірдім. Яғни оқушылар Paint графикалық редакторының осындай мүмкіндіктері бар. Және де оқушылар, біз суреттерді кез келген жаққа бұра аламыз. Ол үшін құралдар тақтасында тұрған повернуть командасын басып, өзімізге қажетті градустарды, яғни 90 градус, 180 градус таңдай аламыз. Ол үшін де мысалға өзімізге қай суретті, қай жерін повернуть ету керек, яғни бұру керек, соны выделить етіп алып, неке қарасаңыздар, экранға назар аударып қарасаңыздар, повернуть батырмасын басып осындай өзгертулер енгізе аламыз. Тағы сіздерге түсінікті болу үшін, тағы осы жаңа мен қиып алған құсты көрсетейін. Неке өзіңізге қажетті, мысалға баспаға шығару кезінде керек болады бұл, немесе бір суретке фрагмент қосу керек кезінде осылай повернуть командасы арқылы жасай аламыз. Енді оқушылар кез келген документті сақтай аламыз. Ол үшін сохранить как командасын таңдап, өзіміздің атымызды жазамыз. Неке біздің файлымыз сақталды, жұмыс үстелінде 5-ші сынып деген атаумен сақталып тұр.